Асығу қазақтың ұлттық ойыны. Біз асықты малдан аламыз. Асықтың бірнеше түрі бар. Сақыр, тегізбек, бес адар, қанталапай. Мен оның ішінде бес адарды қатты жақсы көремін. Өйткені бес адарда бес асықты тізіп қоясын да, соны дәлдеп атасын. Ол адамды дәлдікке үйретеді. Асық ол наурызда ойнайтын ұлттық ойын. Асық алтын қазына. Ойында қой, арқа, құлжа жатады. Құлжа сияқты жануарлардың асығы мен асықтары мен тайынша торпақтың негізі жатады. Негізі асықты үлкендерде, балаларда ойнайды. Ойын барысында ереже беріледі. Ереженің аты алша түсуге. Мен ең сүйікті ойыным асық. Мынау бүк. Мынау алша, мынау тайке. Мынау қоюқа. Мынау шаңқа. Мынау оңқа. Асықтар. Қазақтың ұлттық ойыны асық. Қолыңа ал асықты, қандай шетте түсіпті, алшы тайкі шықпен дөп, асығыңды жерге төк.